Сәлем баршаңызға. Бүгін шпинат пен апельсин қосылған салат жасаймыз. Бұл да тез дайындалатын салат. Бірінші шпинатымызды турап аламыз. Кішкене ірілеу болса. Қолмен жұлып кетіп салсақ та болады. Енді қызылша тураймыз. Свекланың бетіне жан-жағына саламыз. Қалауларыңыз бойынша турайсыздар. Енді помидор тураймыз. Бөлкаға. Енді помидорды қойып шығамыз. Енді апельсин тураймыз. Арасындағы апельсиннің пленкаларын алып тастаймыз. Енді брынзаны тураймыз. Брынзаның орнына моцарелла турасаңыздар болады. Мынаны моцарелланы ірілеу турасаңыздар болады. Менде сопақша болып кетті. Тоже тарелкаға қойып шығасыздар. Енді мына жерде зәйтүн майы мен лимон соғын екеуін араластырдым. Бұған тұз саламыз. Қалауларыңыз бойынша бұрыш салсаңыздар болады. Сосын араластырдым. Салатқа құйып шығамыз. Енді бетіне кедір жаңғағы немесе күнжіт сепсеңіздер болады. Асқабақ дәнін сепсе де болады. 5 минутта шпинат пен апельсин қосылған пайдалы салат дайын.